Қоянның мұрны неліктен дірілдейді? Бирма халық ертегісі. Келесі қызықты қазақша ертегілерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Ертеде қоян аңдар арасында ең данасы болатын. Ал кішкентай жасыл бақа оның атақ даңқын қызғанатын еді. Сөйтіп, ол бір күні қоянды бүкіл орманның алдында қалай масқаралауға болатынын ойлап табады. Қоян серуенге шыққан кезде бақа бананның жалпақ жапырағының астына тығылып қалып, қорқынышты дауыспен бақылдай бастайды. Қоян қорыққанынан ыршып түсіп, ауада бір айналып, аяғы жерге тимей қаша жөнеледі. Ол қашып келе жатып, асқабаққа соғылып қалады. Асқабақ соққыдан сабағынан үзіліп, күнжіт егістігіне қарай домалап кетеді. Күнжіттің дәнектері ырғалып, шашылып қалады. Осы мезетте жанынан қырғауыл ұшып бара жатқан еді. Сол дәнектің біреуі оның көзіне түсіп кетеді. Қырғауыл көзі көрмей, бамбуктың сабағына барып қонады. Жіңішке бамбук иіліп, ұйықтап жатқан жыланды басып қалады. Жылан шошығаннан иіріліп, қабанға соғылып қалады. Қабан бұл сәтте тыныш қана қияр жеп тұрған еді. Күтпеген жерден соғылып қалғандықтан, ол қиярын көрші тұрған құдықтың ішіне түсіріп алады. Ал бұл құдықтың түбінде Айдақар ұйықтап жатқан еді. Тістелген қияр оның басына топ ете түсіп, оятып жібереді. Ол қатты ашуланады. Құдықтан Айдақар атып шығып қабанға шүйлігеді. Бұл жарық дүниеде саған енді өмір жоқ, дейді. О, тақсыр, менің күнәм жоқ. Мынау жылан ғой маған соғылған, деп қабан жалынады. Айдақар жыланға жетіп барып, сен қазір өлесің, дейді. О, тақсыр, мен әдейі істемедім. Мынау бамбук қой мені жаншып тастаған, деп жылан ақтала бастайды. Айдақар бамбукке келіп былай дейді. Сенің ақырың келді. О, тақсыреке, менің бұған қатысым жоқ. Мынау қырғауыл мені иілтіп қонған еді, деп бамбук ыңыранады. Айдақар жалма-жан қырғауылды тауып алады да, ажалыңа дайындала бер, деп ақырады. О, тақсыреке, мен әдейі істеген жоқпын. Мынау күнжіт менің көзіме түсіп кетіп, ештеңе көрмей қалдым, деп қырғауыл қытқыттай бастайды. Айдақар күнжітке жетіп барады да, өміріңнен қош айтыс, дейді. Менің бұған түк қатысым жоқ. Мынау асқабақ мені шайқап жіберген, деп күнжіт ырғалады. Айдақар асқабақты тауып алып, ажалың жақындады сенің, дейді. Бірақ тақсыр-ау, менің күнәм жоқ. Мынау қоян ғой мені итеріп жіберген, деп асқабақ пысылдайды. Айдақар қоянға келіп, мен сенің жаныңды аламын, деп ақырады. Бұл мен емес, мен бұдан былай олай істемеймін, деп қоян жылап жібереді. Банан жапырағының астына жасырынған құбыжық мені қорқытып жіберген, дейді. Айдақар банан жапырағының астын қарайды. Бірақ бақаның ізі түгіл, өзі де жоқ еді. Сонда Айдақар қоянға тап беріп,
кішкентай өтірікші, ол жерде ешқандай да құбыжық жоқ қой. Қазір сені жоқ қыламын дейді. Бейшара қоян оның алдында қорыққаннан қалш-қалш етіп тұрған еді. Тіпті оның мұрны да үрейден дірілдеп кетеді. Қоянның дір-дір еткен мұрнын көрген Айдаһар шек-сілесі қатып күліп жібереді. Айдаһардың ашуы тарқап, ешкімге тиіспей өзінің құдығына қайта кетеді. Ал қоянның мұрны содан кейін дірілдеп тұратын болыпты. Және аңдардың арасында ең қорқағы қоян болыпты. Соңы. Ертегі ұнаса, достарыңмен бірге бөлісіп отырыңдар. Және арнаға тіркеліп қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.